Сәлем баршаңызға, қош келдіңіздер менің каналыма. Мен бүгін люля кебаб шашлығын жасайтын боламын. Бізге керекті 300 грамм фарш, 1 дана пияз, қара бұрыш, дәмдеуіш приправалар және ашты қызыл бұрыш. Осылайша бәрін салып алып, жақсылап араластырамын. Тұз салуды да ұмытып кетпеңіздер. Мен тұзды алдын ала сап қойғам. Жақсылап араластырып, бір-біріне дәмі сіңу үшін осылайша араластырып аламыз. Мен нанды қосқан жоқпын, өйткені таза ет өзін жегіміз келгендіктен осылайша жасап жатырмын. Менің видеом ұнаса, лайк, комментария жазып қалдырып кетсеңіздер, пікірлеріңізді қалдырсаңыздар, мен қуанып қалар едім. Және маған жазылып қоймасаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Осылайша араластырып болған соң, ары-бері тапаға дәл осылай лақтырамыз. Сол кезде бірігеді. Және піскен кезде бір-бірінен ажырамайтын болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып шықты. Енді осыны палочкаға осылайша орналастырып, қысып қоятын боламыз. Осылай дайын болған палочкаларымызды қызып тұрған тапаға салып, асты-үстін домалатып пісіріп аламыз. Егер сіздер қуырылғанды қаламасаңыздар, онда әсел пешке қойып пісіріп алсаңыздар да болады, бірақ бұл да өзінше ерекше дәм береді. Өте сочный, дәмді болып шығады. Бізге ас болсын. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Лайк қалдырып кетсеңіздер, өте қуанып қалар едім. Маған жазылуды ұмытпаңыздар. Міне, көргендеріңіздей әдемі болып шыққан біздің шашлығымыз.